Тараздан Астанадағы мемлекеттік күзет қызметіне 24 сарбаз аттанды. Бүгін Ықылас Дүкенұлы атындағы қалалық мәдениет үйінде салтанатты шығарып салу рәсімі өтіп, шараға жас сарбаздардың ата-аналары, туыстары қатысты. Биыл облыста күзгі әскери науқанға 1600 азамат шақырылмақ. Бұған дейін 240-ы ұлттық қауіпсіздік қызметінің шекара қызметіне жіберілген. Ал бүгін 24 болашақ сарбаз Астанадағы мемлекеттік күзет қызметіне аттанды. Жас сарбаздар отан алдындағы борышын мемлекеттік күзет қызметінде өтеуді үлкен абыройға теңейді. Мемлекеттік қызмет күзетіне өзіміз дайындалдық. Осыға дейін жүгіртті, отбор болды, отбордан өттік. Аллаға шүкір оғанда. Біз ар жаққа тағы дайынбыз деп ойлаймыз өзіміз. Өзімнің қызығушылығым бала кезден бар еді. Бұл жаққа Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет күзетіне өзіме өте ұнайды. Нағыз ерлер баратын жер деп ойлаймын. Әскери борышын өтеп келгеннен кейін сарбаздар оқуларын жалғастыра алады. Яғни жоғары оқу орнында ақылы және ақысыз түрде оқуға мүмкіндік бар. Ол үшін ЕГОВтан сертификат алса жеткілікті. Өзі үздік көрсеткеннен кейін оған бір рейтинг беріледі. Сол рейтингке сүйене отырып, ол срочник 2.0 деген сайт бар, соған кіреді, өз ЕГОВ комитет арқылы өзіне сертификат шығарып алады. Сертификаттың негізінде любой Қазақстанның жоғары оқу орнына түсуге мүмкіндігі бар. Айта кетейік, күзгі шақыру науқаны 31 желтоқсанға дейін жалғасады. Жауаптылардың сөзінше, бұл жаңа кезең олар үшін отанды қорғауға дайын болуды міндеттейтін, ересек өмірге қадам басқанын білдіреді дейді. Қанат Күзберген, Аңсар Тілепберген, Эльдар Түстікбай, 24 News.